Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге мерекелік дастарханымыздың көркін ашатын әдемі печенье жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқаны салып, үстіне қант, ванилин және сұйық майымызды құямыз. Одан соң жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнымыздың үстіне қопсытқышты саламыз. Осылай ұнымызды салып араластырамыз. Қажетті заттарды описаниеге жазып қалдырдым. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Қамырымызды осылай домалақ формаға келтіреміз. Одан соң үстін вилкамен басамыз. Одан соң қызып тұрған пеште 170 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне печеньелеріміз әдемі болып пісіп шықты. Қара шоколадымызды ертіп алып, осылай печеньеміздің бір шетін басып шығамыз. Печеньеміз дайын, өте әдемі болып шықты. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, комментарийға менен қандай рецепт күтесіз жаза кетіңіз. Келесі жолы міндетті түрде жасаймын. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.